вебинарлар легінде сіздерді көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Өзекті мәселелерін анықтау мониторингі негізінде білім алушылардың ата-аналарын оқыту үшін сабақтардың тақырыбын айқындау және жаңартылған мазмұнын әзірлеу. Енді әріптестер, қыркүйек айынан бері, тамыз айынан бері жаңағы арнайы курстан өттіңіздер, осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының жалпы ұйымдастырылуы, барысы жайлы және әр жаңағы білім беру ұйымдарына әдістемелік нұсқаулықтар берілген болатын, және сол әдістемелік нұсқаулықтың жаңағы мазмұнына назар аударатын болсақ, әр өңір, әр қала, әр жаңағы елді мекен, тіпті әр мектепте де ата-аналары мен балалары үшін өзекті, маңызды, жеке сол білім ұйымына жаңағы сай келетін, солардың қажеттіліктеріне сай келетін жаңағы тақырыптар болады, және сол тақырыптарды ата-аналармен жаңағы ата-аналардан кері байланысты ала отырып, осы ата-аналармен педагогикалық қолдау орталығы барысында талқылауға болады деген жаңағы сәті бар. Және осыған байланысты 22 қаңтар мен 13 ақпан аралығында біздің институттың тарапынан үлкен республикалық байқау жарияланып жатыр. Яғни әр жаңағы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығын жүргізетін шығармашылық топ берілген бағдарламадан белгілі бір тақырыпты алып тастап, оның орнына тіпті ата-аналар үшін маңызды, өзекті тақырыпты жаңағы ұсынса болатын еді. Жалпы енді ондай тақырыптар өте көп. Қазіргі таңда енді бала тәрбиесіне өте жаңағы үлкен назар аударылып отыр ғой, сол себептен де талқыланатын тақырыпта көп, қажеттіліктер де көп. Ата-аналар өзіңіз жаңағы қызығушылық танытып, мүмкін жақсы меңгерген тақырыптарыңыз бар, сонымен бөліскіңіз келеді. Сондай сәтте не істейміз, қай тақырыпты таңдаймыз, жалпы қай тақырыпқа тоқталу керек деген сияқты сұрақтарға бүгінгі вебинарда жауап алатын боламыз. Жоспарға назар аударатын болсақ, бүгін біз ең алдымен тақырыптардың жалпы бүкіл Қазақстан үшін, жеке-жеке өңірлер үшін қандай тақырыптар маңызды, олар жаңағы қандай зерттеулерге сай, қазіргі таңда болып жатқан жаңағы бір үрдістерге сай қандай жағдай болып жатқан туралы талқылайтын боламыз. Одан кейін мониторинг жүргізілгенге сай қазіргі таңда ата-аналардың қажеттіліктері қандай ақпаратты білгісі келеді, және осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығын ұйымдастырудың жаңа форматтары мен ұсыныстарын сіздерге беріп талқылайтын боламыз. Енді жалпы тақырып жаңа, мазмұны жаңа болады деп айтқаннан кейін, бүгінгі вебинарымызды де біз бір жаңаша форматта өткізуді жоспарлап отырмыз. Бүгінгі вебинарда біздің үнемі сіздермен бірге осы тақырыптар талқылайтын әріптестерімнің бәрі қосылмақ. Сол себептен мүмкіндігінше онлайн форматта болсын, сіздерге жаңағы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының жаңа форматын қалай ұйымдастыруға болатын бар жаңағы тәжірибемізбен, білімімізбен бөлісуге дайынбыз. Жалпы енді бала тәрбиесіне назар аударатын болсақ, біздің елімізде бұл тақырыпқа өте үлкен назар аударылуда. Көптеген жаңағы мемлекет тарапынан да, мектеп тарапынан да өте көп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ сонымен қатар біздің өсіп келе жатқан ұрпақта, балалардың бойында көптеген жаңағы бір құндылықтың төмендегенін, бір-біріне жаңағы қарым-қатынаста, жалпы адамның өзіне қатысты қарым-қатынасында бір дұрыс емес, қоғаммен қабылданбайтын дүниелердің бар екенін бәрімізге таныс. Оларды атап өтетін болсақ, жаңағы балалар еңбекқорлығының, еңбекке деген қызығушылығының, еңбек сүйгіштігінің жаңағы төмендеп кетуі,
Одан кейін балалардың жаңағы жалпы стресске төзімділігі төмендеп кетуі, балалардың адами қасиеті, үлкенді сыйлау, кішіге көмек көрсету, қолдау көрсету деген сияқты сәттері, жан ашу деген сәттері өте сондай бір жаңағы бір ауыспалы кезеңде тұр десек те болады. Ал шынына келген кезде бұның бәрі адами құндылықтар. Осы құндылықтардың арқасында бала қоғамда өмір сүреді, басқалармен қарым-қатынасқа түседі. Жалпы жаңағы енді өмірлік тәжірибесін өзінің болашағын осы қоғамның ішінде құрайтын болғаннан кейін осындай үрдістер қазір бар. Және осындай жаңағы біздің балаларымыздың бойындағы қасиеттердің төмендегендіктен қазіргі таңда мынандай қиын өмірлік жағдайдағы балалардың саны артуы, одан кейін жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсау деген сияқты сәттері, аутодиструктивті девиантты мінез құлқының артуы деген сияқты сәттердің жоғарылап жатқанын байқауға болады. Сонымен қатар өте үлкен көрсеткіштерді жыл сайын статистика мәліметтеріне назар аударатын болсақ, кәмелетке толмағандардың арасындағы құқық бұзушылық пен қылмыстық қандай да бір әрекеттердің артуын, жоғарылауын байқауға болады. Оның ішінде мысалы ұрлық, одан кейін зорлық көрсету, күш көрсету, алдау, бопсалау деген сияқты сәттерде кіріп жатады. Сонымен қатар бұл тізімге буллинг және кибербуллингте күн сайын саны артып жатыр екен. Яғни біздің балаларымызбен эмоционалдық байланысымыздың төмен болуы, оларға жаңағы адами құндылықтарды үйретпеу, соған байланысты тәрбие бермеу, мынандай қоғамдағы үлкен өзгерістерге, ол негативті тұрғыдан, дұрыс емес жағынан өзгерістерге алып келіп жатыр екен. Соның нәтижесінде қазіргі таңда біздің елімізде 20 мен 40% арасында, жаңағы 40%-ға жуық балаларымыз кибербуллингке ұшырайды екен. Күні бойы бала жаңағы желіде, телефонмен отырғаннан кейін ол жерде де неше түрлі дүниелер болып жатады. Және осы жаңағы болып жатқан жайттар баланың психикасына өте үлкен әсер етеді екен. 15 пен 18 жас аралығындағы балалардың, жасөспірімдердің құмар ойындарға тәуелді болуы және солардың санының артуы. Яғни қазіргі таңда лудомания деген бір жаңағы дерт бар, балалардың арасында да, жасөспірімнің арасында да. Яғни бұның да себептері жалпы бала мен ата-ананың арасындағы қарым-қатынасқа байланысты екен. Және 11 жастан бастап әрбір 4-ші мектеп оқушысы жәбірленудің қандай да бір түріне ұшырайды екен. Яғни кез келген 4-ші бала орта мектептегі көбінесе буллингке шалдығып жатады екен. Осы атап өткен проблемалардың шешімін табу үшін ата-аналармен жаңағы білім беру мекемелерін балаларға қауіпсіз ортаны құруға, оларға білім алуға, бір-бірімен қарым-қатынасқа түсуге деген жаңағы бір қолайлы ортаны құру үшін Өркен ғылыми практикалық институтының ғалымдары мен ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының бағдарламасы, жалпы жүйесі жасалып, құрылып ұсынған болатын. Осыған байланысты ата-аналарға педагогикалық қолдау көрсетудің жалпы маңыздылығын, одан кейін жалпы бұның керектігін түсіндіру үшін арнайы курстар, содан кейін курстан кейінгі сүйемелдеу және қазіргі таңда жаңартылған білім беру мазмұны әзірленген екен. Яғни енді назар аударатын болсақ, әріптестер, келесі жылы қыркүйекте ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының жұмысы ары қарай жалғасын табады. Және бұл бағдарламаны қайтадан сол
үйреніп қалған жоспармен жүргізбеш үшін, одан кейін уақыт өткен сайын заманның талабына сай неше түрлі тақырыптардың өзектілігі өсіп тұрады, неше түрлі жаңағы ата-аналардың қажеттіліктері болады. Соған байланысты осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының жалпы мазмұнын жаңартуға арналған вебинарлар легінде, жалпы өздеріңіздің тәжірибе бөлісудің арқасында біз осы жұмысты жүзеге асыра алады екенбіз. Бұл не себептен керек? Бұның түпкі мақсаты неде? Жалпы сіздің де, біздің де, бәріміздің түпкі мақсатымыз ол баланың жақсы жаңағы дамуы, қолайлы ортада жаңағы үйлесімді дамуы, қарым-қатынасқа түсе алуы, одан кейін өзінің бүкіл жаңағы мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жаңағы өмір сүруге үйрету. Ал ата-аналар қазіргі таңда осы іс-әрекетке байланысты жауапкершілікті өзіне алмайтын болғаннан кейін, көбінесе осы талапты мектеп қызметкерлеріне, білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне қоятын болғаннан кейін, біз жалпы осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтарын жүзеге асырып, ата-аналармен бірге олардың балаларды тәрбиелеуге қатысты жауапкершілігіне дұрыс көзқарасты қалыптастыруға, одан кейін жаңағы жауапкершілікті өз мойнына алуға осы іс-әрекет арқылы жүзеге асырып келе жатыр. Ал біздің түпкі мақсатымыз ата-ананы тек қана жаңағы білім беру, ақпараттандыру емес, жалпы оны өзіміздің мына бала тәрбиесіндегі, баланың білім алу процесіндегі серіктесіміз жасау, яғни оны жаңағы мүмкіндігінше ерікті ретінде мектепке тарту, ата-ананың тәжірибесін, ерекше жаңағы қандай да бір мүмкіндіктерін, ресурстарын қолдана отырып, мектепте балалар арасындағы бір өзекті мәселелерді шешуге арналған сондай бір жаңағы ресурс ретінде қолдану. Оның бәрін жаңағы жүзеге асырудың ең басты жаңағы несі, ол мақсаты баланы жан-жақты етіп тәрбиелеу. Соған байланысты мен кішігірім видеоролик сіздерге ұсынғым келіп отыр. Жалпы енді теория жағынан бір есімізге сала кететін сәт. Сонымен қатар әріптестер, бір хабарламам бар қазіргі таңда. Мына Zoom чатқа сіздерге тіркеу өтуге байланысты сілтеме келеді. Осы сілтемені алған бойда жаңағы тіркеуді өтіп кетулеріңізді өтінеміз. Тіркеуге жаңағы өз ақпаратын берген, тіркеліп өткен әріптестерімізге сертификаттар берілетін болады. Жақсы, онда мен видеороликті сіздерге қосайын. Шықпады. Қазір 1 минут. Баланың өсуі және үйлесімді дамуы үшін маңызды барлық салалардағы қажеттіліктерін қанағаттандыру. Бұл баланың өмірінің алғашқы жылдарында жақсы негізді қалыптастырып, әрі қарай бүкіл өмір бойындағы жетістіктерге жетуіне дайындықты қамтиды. Бағалау – бұл бірге орындалатын бала мен отбасының қажеттіліктерін анықтау процесі және осы процедураның нәтижелері. Процедура ретінде бағалауға ақпаратты жинау, талдау және жинақтау кіреді. Баланың әл-ауқаты 8 өмірлік маңызы бар саламен анықталады. Олардың мақсаты баланың негізгі қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Бірінші, сүйіспеншілік пен күтім және қамқорлық жасау. Осы іргелі шарт әр баланың қауіпсіздікте өсуі және денінің сау, білімді, белсенді, құрметті,
жауапты және инклюзивті адам болып шығу үшін қажет. Өсуі мен дамуы үшін қажет және баланың қажеттіліктеріне сәйкес келетін ортаны қалыптастыру. Бала осындай ортадан табады. Екінші, қауіпсіздік. Бала отбасында, мектепте, қоғамда әрекеттен немесе әрекетсіздіктен қауіп-қатерге ұшырайтын жағдайлардың болмауын көздейді. Үшінші, денсаулық. Баланың стандартты физикалық және психологиялық денсаулығына қол жеткізу үшін әрбір даму сатысында медициналық көмек алуы. Денсаулық жағдайы өмір сүру стилімен, мінез құлқымен, гигиеналық дағдыларымен, физикалық жаттығуларымен, денсаулыққа тиюі ықтимал қауіптер туралы білімімен анықталады. Төртінші, іске асыру, жетістіктер. Баланың жасы мен әлеуетіне сәйкес үйде, оқу орнында және қоғамдастықта дағдыларды, сенімділік пен өзін-өзі бағалауды үйрету және дамыту процесіндегі қолдау көрсету және бағыттау. Бесінші, белсенділік. Баланың үйлесімді өсуі мен дамуына ықпал ететін қызығушылықтарына, жасына және мүмкіндігіне сәйкес әртүрлі іс-шараларға қатысуға мүмкіндік жасаумен және қолдау алумен анықталады. Алтыншы, құрмет. Әр баланың жасына, жынысына, немесе шығу тегіне, не жасағанына, немесе не жасай алмағанына қарамастан, оған әрдайым құрметпен және лайықты түрде қарау маңыздылығы мен құқығын мойындау. Құрмет өзін бағалауға, өзін құрметтеуге, өзін сүйікті, маңызды және ойына құлақ асатынын сезіну ниетіне негізделеді. Жетінші, жауапкершілік. Үйде, оқу орнында және қоғамдастықта өзіне міндеттер алуын және белсенді роль атқаруын көтермелеу және қолдау. Құндылықтарды, іс-қимылдарды, ойлау тәсілдерін, басқа адамдарды құрметтеуді, әлеуметтік қауіпті әрекеттерге қарсы тұру қабілетін қамтиды. Сегізінші, инклюзия. Әлеуметтік қамтылу, бірігу. Әр баланы ешбір айырмасыз отбасына және қоғамға өзінің жасы мен мүмкіндігіне сәйкес құнды үлес қосатын адам ретінде қабылдау. Әріптестер, мына видеороликке қазіргі таңда алдыларыңызда экранда шығып тұрған суретке назар аударатын болсақ, бала құнды бір пазл сияқты, иә? Егер әр жаңағы тарапы, әр сәті дұрыс қанағаттандырылып, жаңағы дұрыс бағыт беріліп, баланы дұрыстап жаңағы тәрбиелейтін болса, ол толыққанды әрекеттесуге, қоғамға қандай да бір пайдасын тидіруге мүмкіндігі бар азамат болады екен, иә? Ал егерде баланың бойында қандай да бір жаңағы сәті болмаса, не болмаса жаңағы ол толыққанды қанағаттандырылмаса, бұл әрине оның жалпы дамуына да, басқалармен қарым-қатынасқа түсуге де өте үлкен әсер етеді екен. Қазір енді елестетіп қарайтын болсақ, балаға қауіпсіздігін қамтамасыз етпейтін болса ата-ана, онда бұл баланың қорқынышы өте жоғары, үрейі өте жоғары және өз жаңағы ойында мына қоршаған ортадан қорғану керек деген сияқты бір ой қалыптасып қалуы мүмкін. Сол себепті бұл балалар агрессивті, басқаларға жаңағы үнемі қандай да бір жаңағы қорқынышпен, қауіппен көз қарайтын бала болуы мүмкін. Енді мынау ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының сабақтары барысында, егер ата-ана өзі бала кезінде қандай да бір қажеттілігі қанағаттанбаса, осы жаңағы қажеттілігін ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығындағы берілген ақпарат арқылы білімін толықтырып, біліктілігін жоғарылатып, жалпы бала тәрбиесіне кішкене саналы түрде қарайтын болса, біздің болашақтағы балаларымыз осындай пазлда көрсетілген бақытты және толыққанды дамыған болып өседі деген
ойдамыз. Сол себептен де жалпы ата-аналардың тарапынан берілетін қойылатын сұрақтарға, қойылатын талаптарға, сұраныстарға біз жаңағы қорықпай назар аударып, сол мәселені ата-анамен бірге бірлесіп шешуге дағдылануымыз керек екен. Ал ата-аналар қандай сұрақ қояды, оларды не қызықтырады, жалпы олардың жаңа бала тәрбиесіндегі ойлары қандай, қазіргі таңдағы бір сұраныстар қандай деген тақырыпты, жалпы осы сұрақты әріптесім Аскарова Айзада Телеғысовна сіздермен жалғастыратын болады. Айзада, сөз сізде. Апай, сұрақ бар ма? Сұрақтарды вебинардың соңында қойып өтсек. Жоқ, ссылка жіберді дедіңіздер ғой тіркеуге. Неге жоқ мына неде сообщенияда? Ссылка. Қазір ол туралы мен нақтылаймын да, сіздерге хабарлаймын. Хорошо, рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерді бүгінгі осы вебинарда көргеніме қуаныштымын. Бүгін енді міне Назира әріптесім жаңа айтып өтті. Жалпы бүгін ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығындағы осы жаңа форматтағы теориялар, негізгі осы әрбір отбасыда кездесетін түрлі мәселелердің ауқымы қандай, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас қандай болу керек, жалпы осы өзекті мәселелер бойынша айтып өтті. Енді мен мониторингке тоқтала кетейін. Келесі слайд. Жалпы педагогикалық қолдау орталығының жұмысының тиімділігін бақылау, мониторингтік жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 2014 жылғы 12 қарашадағы нөмірі 459 бұйрығы негізінде әзірленген. Жалпы негізгі мониторингтің мақсаты ол барлық ақпаратты жинақтау, қорытындылау, талдау және қатысушылардың ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының білім беру бағдарламаларына қанағаттану бойынша ата-аналардың балаларының оқу тәрбие үдерістеріне қатысу туралы ақпаратты өңдеу болып саналады. Естеріңізде болса, осы ата-аналарды педагогикалық қолдау жобасы бойынша басында айтқан болатынбыз, мониторинг міндетті түрде болу керек деп, жаңағы жылдың басында және де жылдың аяғында ата-аналардан міндетті түрде сауалнама түрінде мониторинг жасалу керек деген бізде негізде жазылған болатын. Сол бойынша бүгін міне қазір мен айтып өтемін. Жалпы білім беру ұйымдарында ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы мониторингін жүргізу мерзімдері және ата-аналар арасында осы сабақтарына, осы жобаның сабақтарына қанағаттанушылық сауалнамасын жүргізу мерзімдері жалпы ұсынылды. Бірнеше жаңағыда сауалнамалар, сілтемелер берілді ата-аналарға. Сол бойынша енді қазір бақылау объектілеріне тоқтала кетейін. Бірінші, оқушылар саны мен сабаққа қатысу туралы статистикалық мәліметтер жиналды. Екінші, ата-ананың алған біліміне қанағаттану бойынша да бақылау объектілер жүргізілді. Сонымен қатар ата-аналардың өз балаларының оқу және тәрбие үрдісіне қатысу бойынша да бірнеше жаңағы бақылау объектілері мониторинг жүргізілді. Келесі слайд. Осы сауалнама соңында көбінесе ата-аналармен мынандай ашық сұрақтар қарастырылды. Мысалға, жаңағы қазіргі уақытта, бала тәрбиесінде дәл қазіргі уақытта қандай мәселелер сіздерді толғандырады? Осы сұраққа жауап ретінде біз бірнеше жаңағыдай нелерді байқадық. Қазіргі таңда көбінесе көтеріліп жатырған өзекті мәселелер, немесе жалпы баласымен қарым-қатынасты қалай орнату керек, қандай жаңағы баланың бойына асыл қасиеттерді тәрбиелеуге деген ұмтылысын арттыруға болады деген сияқты осындай ата-аналардан бірнеше жаңағыдай мәліметтер алдық. Сол бойынша міне тоқтала кетсем, көп ата-ана баласының бойына, яғни өте сондай жағымды қасиеттерді тәрбиелеу, соның ішінде өзіне деген сенімділік, патриотизм, тәртіп, жауапкершілік, үйге көмектесуге ұмтылу,
Отбасы жоқ, қалған сыныптар түгел, иә? қоғамшылдық сияқты, тәуелсіздік, үлкенді достарды сыйлау, үлкендерді құрметтеу деген сияқты, дәлдік дейді, яғни адал, жаңа Дәулет жоқ. тұтастық, адамгершілік сияқты қасиеттерді және де шыдам. Абдырахман мен Дәулет жоқ. Дәулет ауырып жатыр, Абдырахманның мысалы кетті. Жаңашырлық, әдептілік сияқты, адалдық сияқты осындай қасиеттерді баланың бойына қалай тәрбиелеуге болады деген осындай біз көптеген ұсынымдарды Қалған сыныптар түгел. ұсынама бойынша. Құрметті әріптестер, микрофондарыңызды өшіріңіздер. Иә, мына кісіге кедергі жасап жатсыздар, құрметті әріптестер, сөндіріңіздерші, сонда бәріне кедергі жасап жатсыздар. Иә, әріптестер, кішкене сабырлық сақтайық, мында микрофондарыңызды өшіріп, камераларыңызды қосып отырыңыздар, бір-бірімізді көріп отырайық, сұрақтарымызға жауап беріп отырайық, белсенді болайық. Әрі қарай мен жалғастырайын. Жалпы осы келесі слайд. Осы диагностикада көрсетілгендей мен жаңа айтып өттім. Бірнеше жалпы ата-аналар қазіргі таңдағы өзекті жалпы отбасында кездесетін мәселелерді қалай шешуге болатын туралы осы сауалнамаларда біз қарастырдық. Ата-аналар баланың мінезіндегі жағымсыз көріністерге көбінесе алаңдайды. Олар баласына жаңағы ұялшақтықтан, қыңырлықтан, баяулықтан немесе керісінше гипербелсенділіктен арылуға көмектескісі келеді. Бастауыш сыныпта мысалы ата-аналар қазіргі сәттен бастап балалардың осы өтпелі кезеңдегі қиындықтар жайлы және оларға қалай дайындалуға болатын жайлы білгісі келеді. Көбінесе сауалнамадан осыларды байқадық. Және де ата-ана өз баласында мына келесі сәттерді дамытуды қалайды. Ол жаңағы оқуға деген мотивациясы, баланың ынталандыру, уақытты дұрыс басқара білу сияқты, есте сақтау, шығармашылық қабілеттерді арттыру, салауатты өмір салтына құштарлық, коммуникативті дағдылар, психоэмоционалды тұрақтылықты қалай дамытуға болады, өз шекарасын қорғай білу деген сияқты осындай көбінесе жаңағыдай сауалнамаға ұсынымдар келді. Яғни оларға қалай көмектесуге болады. Мен осындай баламда осындай жаңағы қасиеттерді дамытқым келеді және де гипербелсенділіктен арылтқым келеді. Осыған көмектессеңіздер деген сауалнамадан тауыптық. Ата-анамен жалпы бала арасындағы, сыныптағы оқушылар арасындағы, оқушылар мен ұстаздар арасындағы, жалпы ата-аналар мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынас тақырыбы қазіргі таңда әлі де өзекті болып саналады. Сауалнамада қарап отырсақ, әрбір жаңағы 10-шы сұрақта ата-аналар балаларының интернетке және де әлеуметтік желілерге тәуелділігіне көбінесе алаңдайды екен. Баланы заманауи гаджеттерден қалай алшақтата болады? Қазіргі таңда ол барлығымыздың үйімізде болып жатырған мәселе үлкен. Осы бойынша біз қалай баланы осы тәуелділіктен ажырата аламыз? Гаджеттерге деген, интернетке деген, телефонға деген. Балаңыз бос уақытында не істеу керек? Яғни қалай уақытын тайм-менеджментке сала отырып, жаңа бақыттай аламыз, осы бойынша көп ата-аналардан сұрақтар келді. Қатандық пен еркіндік арасындағы тепе-теңдікті қалай табуға болады? Яғни осы орайда да ата-аналар көп қателесіп жатады тәрбиеде. Баламды қатаң ұстасам тәрбиелі, жаңағыдай өте сондай дисциплина сақтайтын, тәртіпті болып шығады деп. Алайда жалпы психологтардың бірнеше мамандардың ойларына қарасақ, бұл жаңа қате пікір болып саналады. Өйткені міндетті түрде яғни еркіндік пен қатаңдықты бірге ұстай отырып, баланы жалпы жаңағы дұрыс гармонияда, үйлесімділікте тәрбиелеу керек деген тұжырымдамаларға келеміз. Осы бойынша ата-аналардан көбінесе осы сұрақтар мазалайды. Келесі жиі қойылатын сұрақ бұл балалар арасындағы буллинг, яғни жәбірлеу мәселесі. Өздеріңіз құрметті әріптестер білесіздер, қазіргі таңда бұл мәселе, буллинг мәселесі, кибербуллинг мәселесі қазіргі таңда қарастырылып отырған үлкен өзекті мәселе. Бұл бойынша да қазіргі таңда проекттер құрылып жатыр.
ата-аналарды жалпы сыныпта осы балалардың жәбірленуі, баланы қоршаған ортадан шеттетуі, мына балалардың қатыгездігі шамадан тыс, бала бойындағы мына жанашырлықтың жоқтығы осы ата-аналарды көбінесе сауалнамада алаңдататыны туралы көрсетеді. Кейбір ата-аналар балалары мектепте бұзақылық жасаған ата-аналарды әкімшілік жауапкершілікке тартуды ұсынады. Ал ата-аналар мынаны мысалға білгісі келеді. Жалпы қазіргі таңда мектеп тарапында болып жатқан, білім қабырғасында болып жатқан буллинг, жәбірлеу қалай дұрыс? Осындай кезде жалпы буллингке ұшыраған бала агрессор болсын, жаңағы айтамыз ғой, сырттан қадағалау, мына буллинг жасау, бұның барлығы жалпы буллинг жасайтын топтың құрамына кіреді. Қорқыту дейді, жәбірлеу дейді. Осы кезде бала қалай ата-анаға дұрыс әрекет ету керек, қандай жаңағыдай баламен жұмыстар жасау керек, қандай шаралар қолдану керек деген сияқты, кіммен байланысу керек деген сияқты сұрақтар көп келеді. Ата-аналар балалардың мектепте жалпы қауіпсіздігін, оның ішінде қазіргі таңда болып жатқан әсіресе жоғарғы мектеп оқушыларының арасында сексуалдық зорлық-зомбылықтан сақтануы, мектептердің мына сыныптарында көбінесе ата-аналардың қалайтыны бейне бақылау мен камералардың орнатылу керек деген осындай біздерге ұсынымдарды тастай отырып сұрақтарын қойды. Жалпы осы сауалнамаларда ата-аналар айтылғандай мәселелерді көтерді. Негізінде барлық осы айтылған бүгінгі дәрістегі мәселелер біз бұл тақырыптарға бірнеше сіздерге осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығында 3 жаңағы категорияға бөле отырып, бірнеше тақырыптың ішінде бұл мәселелерді қозғадық. Жаңағы мамандардың, жақсы білікті психологтердің, нейропсихологтердің ұсыныстарын енгізе отырып, ұсынымдарды дайындадық. Яғни бұның барлығы бейне материалдарда да бар, чек парақтар барлығында сіздерге бұл алдын ала берілді. Әрине, егерде бұның осы тақырыптарды, дәрістерді ата-аналармен дұрыс өткізе отырып, мәселелерді қозғай білсек, ата-аналармен жақсы қарым-қатынаста жүректеріне деген орынды таба біліп, яғни ішкі жан дүниесіне кіре отырып, тығыз қарым-қатынаста осы мәселелерді шешетін болсақ, дәл уақытында мүмкін бұндай мәселелер, жаңағы қазіргі таңда болып жатырған мәселелер көтерілмес пе еді. Сондықтан да әрбір тақырып, біз жалпы Өркен институтының атынан жасалған әрбір дәріс сондай толық мақсатына, міндетіне жету керек деген біздің бүгінгі дәрісіміздің жалпы мақсаты, міндеті осында. Жалпы тыңдаушылар сауалнамасынан енді пікірлер айта кетейін. Бұл осы жобаға жалпы дәрістерге келген, тренингтерге, коучингтерге келген ата-аналардың, қатысушылардың осы сауалнамадан алынған пікірлерін оқи кетейін осы жерден. Мұндай сабақтар ата-аналар мен мұғалімдерге қажет. Ата-ана бала тәрбиесіне, баламен психоэмоционалды деңгейде қарым-қатынасқа түсуге, оның сезімдері мен мүдделерін құрметтеуге байланысты әртүрлі мәселелер бойынша көптеген пайдалы және қажетті ақпаратты алады. Бала психологиясына қатысты көптеген сұрақтар қарастырылды. Сонымен қатар мында келесі ата-ананың жазғаны: балаға мектепке және оқуға деген қорқынышты жеңуге қалай көмектесуге болады? Балаға қоғамда қарапайым тіл табуға қалай көмектесуге болады? Баланы қалай қолдау керектігі туралы ата-аналарда белсенді қатысу арқылы жағымды эстетикалық және эмоционалды қуат алады деген, күнделікті қарапайым болып көрінетін сөздердің немесе әрекеттердің үлкен мағынаға ие екенін түсінеді деген, осындай. Және де тағы да бір сабақтан кейін мен өз проблемаларымды жеке шешу керек екенін түсіндім дейді. Әкелердің пікірін мында жазы кеткен: сабаққа бардым, қатыстым, көп жаңағы көмек алдым деген. Сонымен қатар мында сабаққа ерінбей бару керек деген бір ата-ананың пікірі бар. Әсіресе жас аналарға бала тәрбиесінде көмек керек. Бұл еш жерде оқытылмайды. Бізді ата-анамыз өсірді, бірақ бұл тәрбие қазіргі жастарға сәйкес келмеуі мүмкін дейді. Міне осындай сияқты жаңағы пікірлер айтылды. Құрметті әріптестер, енді мен қазір келесі мына бейнероликті тамашалаңыздар. Осы бір Маңғыстау облысы, Ақтау қаласынан ата-ананың ой пікірін қазір тыңдай кетейік.
иә, бұндай бізде барлық облыстардан келіп жатыр интервью жаңағы пікірлер. Соның біреуін қазір қосамыз. Мгм. Жоқ, шықпай жатыр. Все. Мен Құрмашева Гүлнұр Алтайқызы. Маңғыстау облысы Ақтау қаласының нөмір 14 жалпы білім беретін мектебінде 5-8-10 сыныптарында балаларым білім алады. Оқу ағарту министрі Ғани Бектайұлы Бейсенбаевтың бастамасымен ашылған ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтарының сабақтарына қатысып келемін. Орталық аясындағы алғашқы сабақ 5-8 сыныптар ата-аналардың арасындағы баланың бас ұстазы ата-анасы тақырыбында болды. Ондағы мақсат ата-ананың бала тәрбиесіндегі кемшіліктерді, қиындықтарды, ауытқуларды түзету емес, керісінше балаға оң әсер ету еді. Кейінгі 10-11 сыныптар арасындағы құмарлыққа бой алдыру тәуелділік құрдымы сабағына қатыстым. Бұндағы мақсат қазіргі қоғам дерті болып отырған құмар ойынға, есірткіге тәуелділіктің алдын алу еді. Сабақтардан алған әсерім өте көп болды. Шын мәнінде әр ата-ана берекелі отбасының қалай болатынын түсініп, бала тәрбиесіндегі әдістерін өзгертсе, әр баланың болашағы жарқын болады деп ойлаймын. Осы орайда мектеппен, мұғаліммен, ата-ана бірге отырып бала тәрбиесіне қатысты әртүрлі форматта осындай сабақтар өткізіліп отырса, онда келешекте балаларымыздың жарқын болашақ күтіп тұрғанына сенемін. Расымен де бала тәрбиесіндегі ең бастысы ата-ананың қолдауы мен көзқарасы болып табылады. Иә, бұл біздің осы Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан ата-анамыздың осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы бойынша пікірі. Құрметті әріптестер, жалпы шын мәнінде егер де ата-ана мен бала арасында сондай шынайы қарым-қатынас, сондай мейірімді, баланың жүрегіне жол табатындай, әрдайым ата-ана күнделіктісін уақытын бөле отырып, баланың жаңағы сұрақтар қоя отырып, яғни тек күнделікті үйреншікті сұрақтар емес, баланың жаңағы жанын тыңдайтындай, баланы тыңдай алатындай, баланың бойындағы алаңдататын мәселелерді шығара отырып, сол мәселелермен жұмыс жасай отырып, ата-аналар егер сондай бақытты, сондай қарым-қатынасты жасай алатын болса, әрине қазіргі таңда бұндай мәселелер туындамас еді, және де бұл жоба да шықпас еді. Сондықтан да біздің негізгі мақсат бұл тек қана ата-аналарды тәрбиелеу емес, бұл ең бастысы біз ата-аналарға бағыт-бағдар беруіміз керек, жол көрсету керек. Осы бағытта біздер жаңағы жұмысымызды атқаруымыз керек. Әр сабақтың өзінің мақсатына жету арқылы дәрістерімізді сондай жоғарғы деңгейде өткізуіміз керек. Енді мен әрі қарай осы дәрісті жалғастыратын әріптесім Ерболат мырза. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Көріп отырғаныма шын жүректен қуаныштымын. Жоғарыда әріптестерім айтып өткендей, қазір сіздермен жалпы мектеп қабырғасында ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтары аясында өтетін сабақтардың жаңа тақырыбын қалай қалыптастыру керек? Біз о баста осы орталық қызметін ұйымдастыруда айтқан болатынбыз. Кез келген мектеп өзінің жаңағы мектебінің ата-аналарының сұранысына бойынша немесе ерекшеліктерге байланысты әр мектеп өзінің жеке сабақ тақырыптарын қалыптастыра алады, бағдарламаға өзгеріс енгізе алады деп. Дегенмен сол сабақтарды өзгерту үшін біз міндетті түрде арнайы бір мониторинг жұмыстарды жүргізуіміз керек. Мониторингтік жұмыстарды жүргізу туралы жаңа әріптесім Айзада Телеғазқызы айтып өтті. Енді қазір сол мониторинг жұмыстарын өңдеу негізінде қалай біз сабақтардың жаңа тақырыптарын өзгерте аламыз, соған тоқталатын боламыз. Енді ең алдымен жаңа ата-аналардың ұсыныстарына тоқталып өтсек, біздің институтымыз жалпы осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы жобасы
жүзеге асқаннан кейін бірнеше жаңағы сауалнама алып, жалпы ата-аналар арасында кішігірім зерттеу жұмыстарын жүргізді. Енді сол зерттеу жұмыстарына, мониторингтік жұмыстардың нәтижесіне сәйкес ата-аналар жалпы орталық қызметін ұйымдастыру бойынша мынандай ұсыныстар қалдырған екен, және де ол ұсыныстар сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Яғни осы ұсыныстарды пайдалана отырып, біз орталық қызметін ұйымдастыруымыз қажет. Ең алдымен сабақтарды тек мектеп қабырғасында ғана емес, ойын түрінде де өткізу. Білесіздер, бізде қазіргі уақытта жалпы осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының қызметін ұйымдастыру бойынша нұсқаулықпен таныссаңыздар, ол жерде жалпы орталық қызметін ұйымдастыруда қажетті бірнеше интерактивті әдістер көрсетілген. Оның ішінде тренингтік жұмыстар бар, шебер сыныптар, хакатон форматында қалай жаңағы сабақтар өткізуге болады. Сол әдістемелік нұсқаулықпен танысуды сұраймыз әріптестер. Сол жердегі жұмыс формалары, интерактивті жұмыс формаларын қолдану арқылы сіздер сабақтарды тек мектеп қабырғасында емес, сонымен қатар басқа да ата-аналар үшін қызықты формаларда, немесе басқа да бір мектептегі іс-әрекеттер мен қоғамдық жұмыстармен интеграция жасай отыра өткізе алады екенсіздер. Сонымен қатар теориялық сабақтарда қажет дейді. Дегенмен білесіздер әріптестер, осы интерактивті әдістерден бөлек бізде кейбір тақырыптар бар, шынымен де теориялық ақпаратты көбірек қажет ететін. Ондай жағдайларда ең бастысы біз теориялық ақпаратты қажет ететін, немесе практиканы басым, яғни практиканы көбірек қажет ететін сабақтардың ең алдымен тақырыпты бөліп, мына тақырыпта мысалы маған мүмкін теориялық ақпараттарды көбірек беру керек, немесе мына сабақта маған практикалық ақпараттарды көбірек беру керек деген секілді өзіңіз кішігірім талдау жасап, сабағыңыздың тақырыбына, осы негізінде сіз ата-анаға не теориялық, не практикалық білімді беру туралы шешім қабылдай аласыз. Немесе балалар мен ата-аналардың бірлескен сабақтарының бір бөлігін қамтамасыз ету. Сонымен қатар әріптестер, бірнеше біз өңірде семинарларға қатысып жүрміз, уже табысты тәжірибелерді қарап жүрміз. Сол жерлерде көбінесе ата-аналар мен оқушылардың арасында, ата-аналар мен оқушыларды бірлесе отырып сабақтарды өткізу, ол нәтижелі болады. Әрі ата-ана үшін де, бала үшін де бірлескен іс-әрекет нәтижесінде жағымды эмоциялар сыйлайды екен. Бұл да бір жақсы ұсыныс ретінде қабылдасаңыздар болады. Сонымен қатар тамақтану сабақтарын қоссаңыздар, білесіздер, тамақтану ол баланың физикалық әл-ауқатын қамтамасыз ететін, сонымен қатар когнитивті дағдылардың дамуына ықпал ететін бірден бір фактор болып саналады. Сол себепті жалпы әр жас мөлшеріне байланысты, әр жас деңгейіне байланысты, тамақтанудың ерекшеліктеріне байланысты сабақтарды көбейту, және де бұл сабақтарды тек теориялық біліммен емес, сонымен қатар практикалық тәжірибелермен ата-аналарға қолжетімді етіп түсіндіре алу, бұл үшін ата-аналар үшін бір жақсы бір сабақтар болатыны сөзсіз. Немесе әкелерді, жасөспірімдерді, жігіттерді тарту. Білесіздер, әріптестер, ата-аналар педагогикалық қолдау орталықтарында жалпы даналық мектебі клубтық форматта жұмыс жасайды. Осы даналық мектебінде ағалар мектебі клубда жұмыс жасайды, білесіздер. Осы ағалар мектебі клубы аясында сіздер ағаларды, жасөспірімдерді және әкелерді қатыстыра отырып түрлі форматта іс-шараларды ұйымдастыра алады екенсіздер. Яғни дәл осы ұсынысты ағалар мектебі клубы форматы аясында жүзеге асыруға болады. Немесе бос емес ата-аналар үшін презентация немесе бейне түрінде материал жіберген дұрыс болар еді деген ұсыныс түскен екен. Білесіздер, қазір көптеген ата-аналар уақыттың тығыздығына байланысты сабақтарға келе алмай жатады. Дегенмен осы тәуекелдің алдын алу үшін біз Өркен институтының ресми сайтында арнайы барлық осы біз ұсынған бағдарлама бойынша 24 тақырыптың видео сабақтары ұсынылған. Қазіргі уақытта 70%-ға дейін видео сабақтар бар деп айта аламын. Осы сайтқа ата-аналарға тіркелу туралы ұсыныс тастап, ата-аналар, егер де ата-аналар педагогикалық қолдау орталықтарының сабақтарынан келе алмаса, барлық сабақтарды дәл осы біздің ресми сайттан көре алады екен. Енді келесі, ол бізде нақты жағдайларды көбірек талдау, мысалы мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы деп жатады. Яғни бұл жердегі негізгі айтатын ұсыныс, бұл жалпы орталық аясында өтілетін сабақтарда түрлі жағдаяттарды, рөлдік ойындарды ата-ананың өмірімен ұштастыру, нақты тәжірибемен ұштастыру. Білесіздер, сіздер ересектерді оқыту, андрогогика деп жатамыз. Дәл осы ересектерді оқыту ерекшеліктеріне қарайтын болсақ, ересектерді оқытудағы негізгі ерекшелік
бұл оқыту сол ересектердің, яғни біздің жағдайымызда ата-аналардың өмірлік тәжірибесінен тұруы керек. Яғни біз барынша сабақты ата-аналардың, ересектердің өмірінен пайда болған нақты жағдайларға, тәжірибеге негіздеуіміз керек екен. Сонымен қатар енді әріптестер айта берсек көп, бірнеше ұсыныстарды тағы да оқып берейін. Ең алдымен баланың психологиялық портретін жасау үшін психологқа көбірек сабақ өткізу, сабақтарға бейне материалдарды көбірек қосу, сабақтарды өткізу үшін сенбе емес жұмыс күндерін таңдау, немесе ақыл ой математикасының негіздері бойынша сабақтарды енгізу, оның ішінде есте сақтауды жақсарту бойынша, оңтайлы шешімдерді табу қабілеті бойынша, ойлау, қиялды дамыту, үлкен көлемдегі деректермен оңай жұмыс істеу қабілеті пайда болу бойынша, және де зейіннің шоғырландыру арттыру бойынша бірнеше сабақтарды өткізуді ата-аналар ұсыныс ретінде сіздерге тастап отыр. Және де шақырылған спикерлермен практикалық тренингтер өткізу, отбасы тақырыбы бойынша тренингтер өткізу, мұғалім материалды айтып, парақтан оқуы дұрыс емес дейтін де ұсыныстар келіп жатыр. Енді айта берсек, ұсыныстар көп әріптестер. Ең бастысы біз сабақтар жасаған кезде дәл осы ұсыныстарды басшылыққа алу арқылы ата-аналардың қанағаттану деңгейін дейміз ғой. Жалпы жылдың соңында орталық қызметіне мониторинг жасау мақсатында ата-аналардың қанағаттану деңгейі мониторинг жасалынады. Осы деңгейде, осы сауалнаманы алу барысында біз жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін біз ата-аналардың жалпы сұраныстарын, ұсыныстарын қанағаттандыру керек екенбіз. Осыны естен шығармағандарыңыз үшін. Келесі слайд. Сонымен қатар осы жерде сіздерге осы ұсыныстар негізінде ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтарындағы негізгі мәселелі сұрақтарға тоқталғым келіп отыр. Бұл сұрақтарды біз жалпы осы орталық қызметі ашылғаннан кейін, осы оқу жылының ортасында анықтадық, мониторингтік жұмыстар бойынша. Ең алдымен тақырып ол бізде бірінші, яғни негізгі тақырыптардың, негізгі актуал тақырыптардың бірі бұл баламен қарым-қатынас, оның ішінде тиімді қарым-қатынас дағдыларын дамыту. Ата-ана қалай сенімді қарым-қатынас орната алады, және де үй жағдайында, жалпы мектепте болсын, жанжалды жағдайлар туындаған кезде, ол жанжалды жағдайларды қалай тез шешуге болады. Немесе баланың психологиялық жағдайы, эмоционалды және психологиялық қажеттіліктерді түсіну, стресс пен эмоцияны басқара білу, өзіңізді бағалау мен сенімділікті дамытуға көмектесетін жаттығуларға көбірек тоқталу, және де салауатты өмір салтын қалыптастыру, оның үшін дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік, ұйқы және демалыс, және де экран уақытын шектеу. Немесе өзін-өзі реттеу және тәуелсіздік, яғни тәуелсіздікте отырамыз, бұл жерде баланың белгілі бір әрекеттерді, белгілі бір шешімдерді өзі қабылдай отырып жүзеге асыруы, мақсат қою, уақытты ұйымдастыру, жауапкершілік пен өзін-өзі бақылауды дамыту. Немесе әлеуметтік дағдыларды дамыту бойынша сабақтарды көбірек ұйымдастыру, ұжымдық сабақтарға қатысу, командада жұмыс істей білу, басқа адамдарға және мәдени айырмашылықтарға деген, яғни толеранттылық сезімін қалыптастыру. Сонымен қатар балаларды, ата-аналарды оқытуда жекеленген, яғни саралап оқыту дейміз ғой, осы оқыту технологиясына баса назар аудару жөн. Яғни бүгінгі ақпараттан шығатын, дәл осы ақпараттардан, сіздерге айтып отырған ақпараттан шығатын негізгі қорытынды біздің вебинарымыздың мақсатына келіп тіреледі екен. Бұл деп отырғанымыз бала тәрбиесінің өзекті мәселелерін бақылауға және анықтауға негізделген ата-аналарды оқыту үшін жаңартылған мазмұнды әзірлеу. Міндеттері енді әрине ол айтпаса да түсінікті, ата-аналарға білім берудің заманауи қиындықтарын жеңуге және туындаған мәселелерді шешуге көмектесетін оқу бағдарламасын құру. Және де әріптестер, сіздердің назарларыңызға келесі слайд, нақты тақырыптарды ұсынғымыз келіп отыр. Өздеріңізге белгілі, ата-аналарға ұсынылатын негізгі тақырыптар. Бұл тақырыптарды сіздер жалпы келесі жылы жүзеге асатын ата-аналар педагогикалық қолдау орталығы 2.0 жобасы аясында, немесе осы қалған айларда ата-аналарға сабақ өтесіздер, әлде ақпан айы бар, наурыз, сәуір, алда 3-4 ай бар. Осы айларда сіздер дәл осы тақырыптар бойынша ата-аналарға сабақты ұйымдастырсаңыздар болады екен. Немесе әріптестер, қазіргі уақытта ата-аналар педагогикалық қолдау орталығының қызметіне байланысты педагогтер мен ата-аналар балалар мүддесіне ынтымақтастық республикалық байқау болып жатыр. Бүгін сол байқауға өтінімдерді қабылдаудың соңғы күні болды. Сол кездерде де дәл осындай жаңа тақырыптарды сіздерден көргіміз келген. Енді сол тақырыптарға тоқталайық. Мысалы,
егер де сіздің мектебіңіз көп ұлтты мектеп болатын болса, онда сіздер дәл осы ата-аналар педагогикалық қолдау орталығының бағдарламасына көп мәдениетті тәрбие, толерантты баланы қалай тәрбиелейміз тақырыбында осы тақырыптағы сабақты қоса аласыз. Немесе hard және soft skills, үй жағдайында баланың дағдыларын қалай дамытамыз. Немесе егер де сіздер қалалық жерде балалар үшін қауіпті шамалы жол көлік қозғалысы көп болатын жерлерде тұратын болсаңыздар, баланы жазатайым жағдайлардан қорғаудың алғышарттары тақырыбында сабақтарды осы бағдарламаға қоссаңыз болады. Немесе гипербелсенді бала түсіну, қолдау және бағыттау. Бала тәрбиелеудегі цифрлық технологиялардың әлеуеті. Жалпы ата-аналар цифрлық технологияларды бала тәрбиесінде қалай қолдана алады, оған да тоқталуға болады. Баламның білуі тиіс үйдегі қаржылық сауаттылық. Үйдегі қаржылық сауаттылыққа қазіргі кезде мектеп кезінен тәрбиелеу арқылы біз баланың экономикалық дағдыларын қалыптастыра аламыз. Немесе көңілді отбасылық демалысты жоспарлау. Көп ата-аналарда кездесетін кемшілік, ол көбінесе мына жас ата- Собрались, Ульяна? Ульяна, собрались? Райгүл апай өтініш. Они в столовой сидят. Райгүл Жадақбаева, рахмет. Келесі, мен балама логопедпін. Білесіздер, қазіргі уақытта алғашқы сыныпқа барған, бірінші сыныпқа немесе мектеп алды даярлық сыныптарында кездесетін балаларда негізгі бір мәселелердің бірі ол кейбір әріптерге баланың тілінің келмеуі. Үй жағдайында дәл осы белгілі бір жаттығулар арқылы, мүмкін белгілі бір логопедтің кеңестері арқылы үй жағдайында баланың осы мәселесін ата-ана қалай шешуіне болады. Логопедтер осы сабақты ұйымдастырса болады. Немесе балада жағымды әдеттерді қалыптастырамыз. Ата-ана осы жағымды әдеттерді қалай қалыптастыруға ықпал ете алады. Немесе менің балам кәсіпкер, баланың алғашқы кәсіпкерлік дағдыларын үй жағдайында ата-ана қалай қалыптастыра алады. Баланың өмірлік құндылықтары, немесе менің балам ерекше, сыни ойлау балада бұл қабілетті қалай дамытамыз. Яғни осы секілді тақырыптарды сіздер басшылыққа ала отырып, мектептің жаңа ата-аналар педагогикалық қолдау орталығының бағдарламасын қалыптастыра алады екен сіздер. Әрине оның барлығы жоғарыда айтып өткендей сіздер жүзеге асырған мониторингтік жұмыстардың нәтижесі негізінде қалыптасатын болады. Бұдан өзге әріптестер, әлі де біздер осы тақырыптардың қатарын толықтыратын боламыз. Мен ойлаймын, қазіргі уақытта сіздер әр мектеп жалпы орталық қызметіне байланысты бағдарламаларды қалыптастыра алды деп ойлаймыз, мектептің ерекшеліктеріне байланысты. Және де егер де сіздерде мүмкін қызықты жаңа тақырыптар болатын болса, әрине біз сіздерге үшін ашықпыз, талқылайық бірге, жаңа бағдарламаны, жаңа тақырыптарды қалыптастырайық. Әзірге айтатыным осы, бүгінгі вебинарда сіздермен жолыққаныма қуаныштымын. Құрметті әріптестер, егер де сұрақтарыңыз болса, біз сіздерді тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Кімге қойған? Қарағанды облысы Нұра ауданы мектебінен айтсақ болады ма? Кешіріңіздер, біз ссылка толтырмаймыз ба? Әріптестер, сілтеме чатқа жібердік па? Zoom чатқа? Жоқ. Әріптестер, ол қосымша айтады. Оған дейін сұрақ қойсын. Саламатсыздар ма? Тренеріміз жіберген чатта, сол жерде толтырып жібердік. Жақсы. Құрметті әріптестер, мынау тіркеуге байланысты сіздерге Google дискке тренер жіберетін болады, және мына Zoom-ға кірген кезде көп қатысушылардың телефондары, мысалы жаңағы аттары iPhone, тағы да жаңағы Samsung деп телефонның аты тұрады. Сол себептен, мысалы мына жерде қарайтын болсақ, психолог деп тұрып, сол себептен аты жөндеріңізді жазып қойсаңыздар, мына вебинар барысында ортасында скриншот жасалады. Соның негізінде сіздерге сертификат берілетін болады. Жақсы әріптестер, бүгінгі біздің вебинарымыз аяқталып қалды. Сұрақ қойыңыздар, міндетті түрде қоя беріңіздер.
Сұрақтан бұрын сәлеметсіздер ма? Әріптестер? Мен қабаттасып сөйлеп жатырмын ба? Тағы біреулер? Тыңдап тұрмыз сізді. Жоқ, сіз айта беріңіз. Аха, мен негізі сол курсқа қатысқан болатынмын. Бір айдың көлемінде өте жақсы бағдарлама, өте керемет. Баланың рухани дамуын, жанын дамуын деген тағы да басқа бағыттары өте керемет сөзін шынын айтқан кезде. Бірақ жұмыс істеу барысында бұл теория жөнінде да, ал енді практика барысында кішкене қиындықтар туындайды сөзін шынын айтқанда. Мен өз мектепте психолог болып жұмыс жасаймын. Бізді тәрбиесі меңгерушісімен бірге жоспар бойынша тапсырмалар беріледі ғой осы бағытта. Өте қиындықтар өте көп. Мәселелер, жаңа сіздер айтып өткен сауалнаманы мысалы мен көргенім жоқ, бұл жерде болса өзімнің ойымды жазып өтер едім. Просто білмеймін, бір ретін табу керек шығар. Бағдарламадан негізі біз айырылып қалмауымыз керек. Өте керемет, тиімді бағдарлама. Бұны ары қарай жандандыру үшін бір оқу бағдарламасына зияны тимейтіндей, ата-аналарымызды жалықтырып жібермейтіндей, және де біз мысалы психолог болсын, басқа да мамандар болсын, солардың өзінің атқаратын жұмысына қатты, қалай айтсам екен, кедергісін тимейтіндей бір жолын табу керек шығар деген ойдамын. Менің ұсынысым енді бұл. Ал полный бағдарламаны мен толығынан қолдаймын. Осы бағытта керемет идеялар бар, осы идеялармен жұмыс жасап жатырмын. Балаларға да ұнайды, арнайы уақыт тауып та келеді осы бағытта ұлттық құндылықтар бағытында жұмыс жасап жатқан кезде балаларға ұнайды және арнайы уақыт тауып келеді соған. Бірақ жаңағы айтып отқаным ұсыныс ретінде бір біздің жұмысымызға немесе ата-аналарымызды жалықтырылмайтындай бір жолын тапсаңыздар. Рахмет. Кешіріңіздер, бір сұрақ қойсам болады ма? Нақты сұрақ қойсам болады ма? Иә, айта беріңіз. Педагогикалық қолдау, ата-аналарды педагогикалық қолдау сабақтарын өткен кезде спикер бізде мұғалімдер болды. Енді жаңа сіздер айтып жатсыздар, ол мұғалім емес, ата-аналардың өздерінің арасынан белсенді сондай ата-аналар жүргізсе де болады ма? Ол қараңыз. Сұрағыңыз түсінікті. Тағы сұрағыңыз бар ма? Екінші сұрағым мұнда әжелер клубының тақырыптарын өткен кезде міне жерде разработкада спикерлердің онша көп мәлімет не жоқ, ауқымды бір тақырып, материал жоқ та, аталар клубында тақырып керісінше ауқымды, өте көп, 2 спикер выступать етуге болады екен. Сонда бұл ары қарата өзіміз қосамыз ба? Мысалы үшін ертегі танымның көзі деген тақырыпты қойылыпты, интерактивті сабақ дейді де, міндеттері мақсаты көрсетілген. Одан жаңағы әжем айтқан ертегіде ән тыңдатып, сосын 3 сұрақ қояды да, сол 3 сұрақты 15 минут талқылап, сонымен бұл сабақ бітеді екен. Содан кейін қорытындылап, жиналысты аяқтау керек екен, сабақты аяқтау керек екен. Бұл енді сонда кішкене чалалау сабақ болады ғой деп өзім соны ойланып отырмын мына жерде. Келген ата-ана ренжіп қайтады ғой, біз ешқандай даналық мектебінен көбінесе ата-аналар қазір қуанып жатыр, қашан өтеді деп тосып жүр. Бірақ та енді келгеннен кейін оларға алып кететіндей, бір ұнайтындай, бір жақсы бір нәрсе көрсету керекпіз. Бірақ мына кейбір разработкалар кішкене толық емес, сосын екі тілде болса жақсы болар еді. Орыс тілінде бар ма жалпы нұсқаулық? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жалпы сұрақтар болғаны дұрыс. Ол сіздердің қызығушылықтарыңызды, мына жұмысқа бір немқұрайлықпен емес, шынымен жауапкершілікпен қарап отырғандарыңызды білдіреді. Ең алдымен алдыңғы әріптесіміз өз пікірімен бөлісіп, мына ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының сабақтары ата-аналардың қызығушылығынан шығып кетпейтіндей болу керек дегеніне толықтай келісеміз. Екінші әріптесіміздің сұрағы жаңағы даналық клубымен
ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығына қатысты болатын, иә, даналық клубы аясында бұл жерде ата-аналар емес, әжелер мектебінде тура сондай жаңағы сіздің тұратын елді мекеннің әжелері қатысады. Сол кезде әжелер Менде жаңағы сұрағым бар еді. Жаппай тұрасыз ба? әріптестер бір сұрақтың жауабын алып алайық, содан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз, иә. Бұл жерде ата-аналарды тартудың қажеті де болмайды. Бұл жерде әжелердің баланың тәрбиесіне қандай өзі жаңағы үлесін қоса алады деген сияқты сұрақтарды талқылау. Әрине, әдістемелік нұсқаулыққа сіздер сабақтың жаңағы әріптестер микрофон өшіріңіздерші. Я микрофон өшіріңіздерші қабаттаспай. Сол себепті жаңағы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының сабағы мен даналық клубының жаңағы кездесуін бір-бірімен шатастырмауларыңызды сұраймыз. Ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығын тек қана ұстаздар емес, ата-аналарда жүргізе ала ма деген сұрақ болды. Бұл жалпы бәріміздің болашақтағы бір мақсатымыз. Қазір ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы жайлы өзімізде жаңағы үлкен тәжірибе жоқ, иә? Біз бір-бірімізбен жаңағы ақпарат алмаса алмаймыз. Бәріміз алғаш рет осы қадамды жасап, осы жұмысты жүзеге асырып жатырмыз. Сол себепті жаңағы қазір ата-аналарға бұл жұмысты тапсырып беру болмаса, оларды осы жұмысқа араластыру бұл негізінде дұрыс емес қадам болады деп есептеймін. Бұл жерде біз өзіміз жаңағы өте шебер осы сабақтарды жүргізіп, кез келген сәтте ата-аналармен жаңағы қарым-қатынасқа түсе алатын, кез келген пікірталасты шеше алатын жаңағы бір жағдайға жеткен кезде ғана өте белсенді, жаңағы дұрыс бағыт беретін бір ата-ананы тартуға болады екен. Саламатсыз, бір сұрақты қоюға бола ма? Мен бір сұрайын деп едім, нұсқаулықта вариативтік сабақтан беріледі дейді ғой негізінде, сосын клуб ретінде берілді деп та. Бізде енді клуб ретінде ол берілмейді, клуб болғасын ол дейтін жаңа ақылы болу керек қой. Бізде мысалы үйірме деп, мектеп деп алып отырық, ол бір. Екіншіден, вариативтік сабақ дегенде ол жалпы биылғы жоспарда вариативтік сабақ деп қарастырылмаған негізінде де, алдын ала қарастырылмаған. Сондықтан біздер мына жерде қазір өзіміздің инициатива бойынша өте керемет өткізіп жатырық. Ол өзімізге де ұнап жатыр. Себебі дейтін ата-ана одан жалықпайды. Себебі дейтін қазіргі таңда ата-ана мектепке келіп жатыр, өздігімен келіп жатыр, шын айтқанда. Өзгеріс бар, өте керемет. Жаңа бір әріптесім айтып еді, мынада тоқтап қалмау керек деп, біздің жұмысымызға кедергі жасамайтындай бір нәрсе қарастырсыншы деп. Менше, мен ойлаймын, тәрбие жөнінде орынбасарым, маған ол кедергі жасап отырған жоқ. Себебі дейтін қазіргі таңда құқық бұзушылықтың алдын алу мәселесінде ата-ана осығымен бізбен тіке байланыста отыр. Осы бағдарлама өте керемет, ұнап жатыр. Енді жалғасын тапсын дейм. Енді 26 жылға дейін осы бағдарлама іске асатын шығар деп отырық қой енді жалпы. Рахмет сізге. Күшті. Мен сұрағым бар еді, қойсам бола ма? Саламатсыздар ма? Мана даналық мектеппенен ата-аналарды қолдау орталығы деп айттыңыз ғой, ол екеуі екі бөлек деп та. Даналыққа бөлек жоспар, ата-аналарды қолдау дегенге біздер мысалы екеуіне екі бөлек жоспар құрдық. Енді ата-ана әжелерге бөлек, мысалы аталарға бөлек, ағаларға, жеңгелерге бөлек, мысалы 4 адамға тапсырып тастауға бола ма солардың жұмыстарын, жоспарларын? Мысалы сол адамдар өткізді. Мысалы бізде мен сөйтіп өткіздіріп жатырмын. Менікі дұрыс па, дұрыс емес па? Қайырлы күн, Жанат Ержанова. Сұрағыңызға рахмет. Жанат Ержанова, сұрағыңыз үшін менде рахмет, бір жақсы сұрақтарды қойдыңыз. Жалпы даналық мектебінің, даналық клубының жұмысы, даналық мектеп клубының жұмысын ең бастысы сіз өзіңіздің мектебіңіздің ерекшелігіне байланысты жоспарлай берсеңіз болады. Жалпы даналық мектебіне бөлек бір жоспар, сондағысы
жаңағы әжелер мектебі, аталар мектебі, аға қамқорлығы, жеңгелер мектебі бойынша 4 мектеп болады ғой, сонда даналық мектебінің өзі 4-ке бөлінеді ғой. Дәл осы мектептер бойынша жеке-жеке 8 сағат жоспарын, жоқ 8 сағат емес әріптестер, даналық мектебі, оның ішінде аталар мектебі бойынша 2 іс-шара, әжелер мектебі бойынша 2 іс-шара, ағалар және жеңгелер бойынша 2 іс-шара, сонда жылына 8 іс-шара болады. Әр мектеп бойынша. Мен сөзіңізді бөлейін ба? Мысалы, әжелерге мысалы 3 шара қойдым. Аталардікіне 2 шара қылып, сондай қоя берсе бола ма? Сөзіңізді бөліп қалдым, ренжімеңіз. үш іс-шарасын қойып, қасына жолдай бересіз. Онда тұрған еш нәрсе жоқ әріптестер. Жалпы орталық қызметін өзіңіздің мектебіңіздің ыңғайына байланысты жоспарлай берсеңіз болды. Ең бастысы мазмұн өзгермесе, мақсат өзгермесе болғаны. Әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз болса, тағы бір сұраққа жауап берейік, содан кейін бүгінгі вебинарымызды аяқтайық. Әріптестер? Менің де бір сұрағым. Қостанай облысы бірінші. Сәлеметсіздер ме, сұрақ қойсам? Қойыңыз, сіз тыңдап отырмын. Мынау даналық мектебін айтып, жалпы түсіндіріп жатырмыз ба, әрбір сынып жетекші өз сыныбында әрбір ата-ана бар, бір сыныпта мысалға айтсақ 30 бала делік, округленный, Сол 30 баланың ата-аналарымен әрбір сынып жетекші даналық мектебінің ішінде өзінің әрбір сыныпта аталар бар, әжелер бар, әкелер бар, ағалар бар, аналар бар. Соның ішінде сынып ішіндегі ата-аналармен жұмыс ішінде өткізілетін шарасын өткізуге болады ғой. Мысалы, біз солай жоспарлаймыз. Тапсырма бергенде, сосын общий мектепшілік іште, мысалы, мектепшілікте жобалар бар. Құндылыққа негізделген. Оның ішінде әжелерге, әкелер мектебі бар, әкелермен өткізілетін әртүрлі жұмыстар деген сияқты. Соның ішіне барлығы кірмей ма даналық мектебі, Әрине, даналық мектебінің клубының жұмысын тек қана жалпы мектеп көлемінде үлкен бір іс-шара ретінде ұйымдастырсаңыздар болады. Дегенмен кейбір іс-шараларыңыз белгілі бір санына байланысты шектелетін болса, мысалы 30 адам, 20 адамға арналған іс-шараларыңыз болатын болса, онда ол белгілі бір сыныптың әжелеріне арналуы мүмкін, белгілі бір сыныптың мүмкін аталарына арналуы мүмкін. Мүмкін сіздің осы даналық мектеп клубы аясында өтетін іс-шараңыз мүмкін параллель бойынша болуы мүмкін, бүкіл мысалы 6-шы сыныптар бойынша бір іс-шара ұйымдастыруыңыз мүмкін. Оның барлығы сіздердің жалпы мектептің еншісінде тұрған мәселе. Келесі сұрақ, Райгүл әріптес. Сәлеметсіздер ме? Алло, маған рұқсат еттіңіз бе? Хорошо, Райгүл апай. Сәлеметсіздер ме? Мен жаңа қыздардың айтып жатқан әріптестерімнің сөзіне қосылып, жаңағы ата-аналарды қолдау мектеп, әрбір мектепте өзі сіз айтқандай өте дұрыс, әрбір мектептің өзінің ерекшелігіне байланысты ұйымдасып жатыр. Менікі негізгі білім беру мектебі 9 жылдық болғандықтан, аралас мектеп болғандықтан, мүмкін біреуге керегі шығар, сондықтан мен жаңа міне дәл сол папканы істеп отырмын өзім. Мына ЦППР дейміз ғой, ата-аналарға педагогикалық қолдау көрсету ол бөлек жеке іс. Сондықтан даналық мектебі жеке бір папка бастадым да, оның ішінде менің 9 жылдық қана біраз 250 бала болғандықтан, мен оның ішінде әкелер мен аталар клубын біріктіріп алдық біз. Содан кейін енді жаңа ерекшелігімізге байланысты әрбір мектептің. Содан кейін әжелер клубын аштық. Одан кейін жеңгелер клубы міне. Сонда үш клуб аштық. Ол енді қатып қалған заң емес қой, барлығына жеңгелерге бөлек, аналарға бөлек деп. Сосын жаңағы айтып жатыр қыздар, әріптестер сұрақ қойып жатыр. Әрбір класты ашамыз ба деп, әрбір сыныпта ашу қажеті жоқ. Өйткені әрбір жерде барлығы әжелер не болсақ, өзіміздің басымызға татып, біз оларға көмек көрсете алмаймыз, қолдау көрсете алмаймыз ата-аналарға. Олар бірінші ретте келуі мүмкін қызығып, одан кейін келмейді.
Біз ата-аналарды келтірудің өзі бізге қазір әріптестеріміз келіседі. Оларды біз жиналыс деп емес, әртүрлі іс-шара деп қызықтырып, алдын ала айтып, жар салып, жарнама жасап сөйтіп шақырып жатырмыз. Жақсы келіп жатыр қазір. Сондықтан менің мысалы өзім тәжірибемде, практикамда орыс классы мен орыс сыныбы мен қазақ сыныбының ата-аналарын бірге шақырып отырмын. Мен соны қолдап отырмын. Өйткені мен қазір қазақтармен бөлек өткізіп, орыстармен бөлек өткізуге тағы да мүмкіндік жоқ. Оны қайта-қайта шақыра берсең, оның несі қызығы кетіп қалады. Сондықтан араластырып, біз оның бәрін орыс класстарынан да келіп жатыр бір-екі ата-ана, оның бәрін әкелер, аталар клубы деп бір алып отырмыз. Оларға жеке жоспарым бар. Әжелерге жеке жоспар өте тамаша өтті. Әжелерде 2 бөлімде өтті. Бірінші бөлімде біз оларда интерактивный тақта арқылы бір кабинетте кіргізіп, оларға әжелерге жеңіл-желпі сұрақтар қойып, өте қызық болды. Сонда кейбір бір әжеден сұрағанда, айта кетейін, немереңіз неше оқиды десе, ана кісі білмейді екен. Күледі өзі. Немересін бетіне сүйіп жатыр, бірақ білмейді неше оқитынын. Көрдіңіз ба? Осындай ақырындап тартып жатырмыз ғой біз. Енді екінші кабинетке кіргізіп, біз ол жерде біз кәдімгідей қазақша, қазақтың құндылықтарын көрсететін бұйымдарды қойып, көрме қойып, кәдімгідей қарсы алып, балалардың недері мен өнерлерін көрсетіп, біраз концерт қойып бердік. Біздің жұмысымыз осылай. Осыны айтайын деп едім. Рахмет сіздерге. Сонымен әріптестер, жалпы белсенділіктеріңіз үшін үлкен рахмет. Қойылған сұрақтардан да білуге болады, жалпы өңірлерде ата-аналарды педагог қолдау орталықтары қалай жүзеге асып жатыр. Ол бастапқы кезде мынау қараша айларында, қазан айында осы вебинарларды бастаған кезде түсінбейтін сұрақтар өте көп болатын. Мынау қалай деген сияқты. Ал қазіргі уақытта сіздер осы ата-аналар педагог қолдау орталығы бойынша жұмыс жасап жатқан көрініп тұр. Оның барлық сұрақтарыңыздан көрініп тұр. Тәжірибесімен де бөлісіп жатыр. Мен ойлаймын, бұл жоба келесі жылда бұйыртса жақсы жүзеге асатын болады. Ата-аналар педагог қолдау орталығы 2.0 деп аталынатын болады. Жанат Ержановна, сұрағыңызды мен жекеме жазып жібере аласыз ба? Бізде қазір осы зумнан кейін тағы бір зум болады дейді. Сондықтан әріптестер, уақыт шектеулі болып тұр. Келесі вебинарда жолығамыз. Жақсы, белсенділіктеріңіз үшін үлкен рахмет. Сау саламатта болыңыз. Отбасыларыңызға береке тілейміз. Жақсы күндерде жолыққанша.